Фанфик ағылшын тілінен аударғанда fanfiction, фанаттың әңгімесі дегенді білдіреді. Бұл шығармашылық жұмыс түрі 70-ші жылдардың басында фанаттармен жазылған журналдарда пайда болды. Фанфик бір шығарманың негізінде жазылады. Фанфикте жазу арқасында біз өз тілімізді және шығармашылығымызды дамыттық. Фанфик жазғанда қиялың қанаттанады. Ал сіз өміріңізде бір фанфикті жаздыңыз ба? Сіз фанфикті қазақ тілде оқыдыңыз ба? Біз фанфикті жаздық та оқыдық та, және ол өте қызықты және оңай болды. Мысалы, менің қолымда менің сыныптастарым жазған фанфиктер бар. Және анда комедия, детектив, драма және әртүрлі басқа жанрларда шығармалар жазылған. Және сізге шабыт керек болса, сіз жай кішкентай көлемді фанфикті алып, оны оқи аласыз. Және сіз уақытыңызды босқа өткізбей, фанфикті оқығанда өте зарды боласыз. Фанфикті жазған өте қызықты. Балалар, енді осы тұрған оқушылар бір-біріне қарама-қарсы тұрған. Фанфик туралы бір ақпарат береді. Ол ақпаратты келесі оқушы қайталамау керек. Ал Шанжар болса, сол ақпаратты бәрімізге ең соңында қайтарып береді. Жақсы, фанфик дегеніміз не екен, және оның қандай бағыттары бар екен, сол туралы ой бөлсеңіз. Бастайық. Кроссовер дегеніміз әртүрлі шығарма кейіпкерлердің диалогын жазу. Оқиғадан тыс қалған көрініс дегеніміз шығармада қандай оқиға болуы мүмкін сұраумен жазылады. Фанфик басқа бір оқиға немесе көрген шығарманың негізінде жазылады. Фанфик ойлан, жаз, жарияла принципінде жазылады. Фанфик 6 бағытқа бөлінеді. Фокусты ауыстыру, ол қосалқы кейіпкер туралы оқиға айту. Фокусты ауыстыру, ол қосалқы кейіпкер туралы оқиға айту. Фанфиктің 6 бағыты бар. Фанфик 3 ойлан, жаз, жарияла деген принциптерден тұрады. Фанфик көрген оқиға және оқыған шығарма арқылы оны дамытып жазу болады. Бұл сен оқиғадан тыс қалған іс туралы айтқансың, ал Раида кроссовер туралы айтқан. Бұл екі адамның арасындағы диалогтар туралы. Жақсы. Енді орнымызға келеміз. Рахмет. Балалар, тапсырмаға назар аударыңдар. Осы тапсырманы топтың ішінде талдаңдар. Бұл тапсырма қандай бағытқа қатысты, соған байланысты талдайық. Енді осыны жақсы жеткілікті талдап бітсеңдер жүзеге асыра бастаңдар. Тапсырманы жүзеге асырамыз, жазамыз осы бойынша.
дәптерге жазып бастаймыз. Жеткілікті жазбамызды аяқтайық. Енді осы жазғандармен жұпта ауысамыз. Жұпта ауысамыз, жазғандарымды оқимыз. Балалар, жұмысымызды аяқтай бастаймыз. Енді осы жұмысымыздың қорытындысы ретінде бір спикер әр топтан сөйлейді. Бірінші топтан Райда қандай тапсырма болды және қалай оны жүзеге асырды? Айта ғой. Бізге үшінші тапсырма берілді. Осы тапсырма бойынша Жусан Есір шығарманың қосымша кейіпкері яғни Есікбай бар бір эпизод берілген. Сосын тағы бір тапсырма ол өзімізге осы қосымша кейіпкер қатысқан бір эпизод құру, яғни фанфик құру. Ол фанфикті біз фокусты ауыстыру бағытында жаздық, яғни фокусты басты кейіпкер Аяннан қосымша кейіпкер Есікбайға ауыстырдық. Осы тапсырма арқылы біз өзіміздің ойлану қабілетімізді және бір оқиғаны ойлап табу, бір мәселені ойлап табу және оны қалай шешу, қандай оқиға қызықты құрастыру екенін білдік және оны жүзеге асырдық. Жақсы, рахмет. Келесі топтан. Бізге 6-шы тапсырма түскен. Осы 6-шы тапсырмада бізге Аян өзінің ағасының пальтосын иіскеп жатқан эпизоды берілген. Сол эпизодтан біз диалог құруымыз тиіс болған еді. Және осы диалог қызықты болуы керек еді. Және де біз осы тапсырманы жүзеге асырамыз. Жақсы, рахмет. Бізге 5-ші тапсырма түскен болатын және де осы тапсырмада Жусан есімдегі бір үзінді берілген. Осы үзіндіні біз шытырмалы оқиғаға айналдыру керек болған. Және де осы арқылы біз бір-бірден жазып шықтық және де оны жұбымызбен ауыстырдық. Содан кейін топпен талқылап, ең жақсы жұмысты анықтап, енді осы спикерлермен бәрін талқылап жатырмыз. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Бізге 3-ші тапсырма түсті. Бізге Есікбай мен Аян арасындағы бірнеше эпизодтар берілген. Сол эпизодтарда Есікбайдың орны және Есікбай сол эпизодтарда осы шығармада болмаса не болатынын бізге жазу керек еді. Содан кейін қасымызда жұптармен ауысып, ойымызбен ауысып, бір ортақ шешімге келуіміз керек еді. Жалпы біз осы тапсырмамен тапсырманы жақсы орындадық деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Біздің тобымыздан 2-ші тапсырма болды. Яғни біз бұл хикаяның жалғасын жазу міндет болды. Және менің ойымша біздің топ бұл тапсырманы өте жақсы орындады. Себебі қымбаттың
шығармасында сөздер өте әдемі болып, сөз байлығы жақсы көрінді. Ал Сұлтанның шығармасында өте қызықсыз сюжет болды. Ал Арсеннің шығармасында өте көп диалогтар болды және эмоциялар жақсы берілді. Және менің ойымша біздің тобымызға бұл тапсырма ұнады. Рахмет. Иә. Бізге бірінші тапсырма түсті және біз бұл әңгімені біріншіден оқып, содан кейін оған жалғастыру жасауымыз керек еді. Біріншіден біз бәріміз сол мәтінді оқып, ойларымызбен бөлістік, нәтижесінде бір ортақ мәтін жасадық. Жақсы, рахмет. Ал енді ары қарай топтар, сендер өздерің жазған жұмыстарының ішінде қай жұмыс ерекше деп шештіңдер? Осы туралы сендердің жұмыстарында кім бар? Не айтасың? Ерекше жазылған жұмысты ақылдасып отырыңдар. Жұпта өте мағыналы және қызықты жазылған. Грамматикалық құрылысы жақсы және қызықты болды. Бұл біз Алдияр екеуміздің ойымызша ең жақсы фанфик. Оқиғасы қалай дамыды? Алдымен бұл бірінші тапсырма және бұнда Аян Жандос шалдың үйіне келіп қалды. Онда өз отанына қайтқандықтан қуаныш сезімдеріне балқыды. Жақсы, рахмет. Келесі топ, сендер ең үздік фанфикті анықтадыңдар ма? Жақсы айта ғой. Индираның фанфигі болды. Ол жерде күлдіртпек және де ол өте, оның тілі өте бай екені көрініп тұр. Ол жерде романтика жайлы да кішкене әңгіме болады, бірақ осы фанфик өте қызықты әрі күлдіргі ретінде жазылған. Бізге өте ұнады. Жақсы, рахмет. Кәне сендердің жұптарын не деп берейік, сөйлей ғой. Қай жұмыс өте жақсы болды деп ойлайсыңдар? Біз Бейсенәлі Санжардың жұмысын таныдық, себебі ол жерде барлық сөйлемдері байланысқан, дұрыс жазылған және де тілі өте көркем жазылған. Осы тапсырма бойынша бізге Нұрсұланның жұмысы қатты ұнады. Осы тапсырма өте қызықты және детальдері жақсы жазылған және автордың көзқарасы тура берілген. Жарайды. Ал бұл оқиғаны дамытты ма, өзі оқиға қосты ма? Ол оқиғаны жалғастырды. Айтылмаған жерден толықтырды. Жақсы, рахмет. Сендердің жұптарында Қанекей, Дархан сөйлей ғой. Біздің тобымызға Ахметтің жұмысы ұнады, өйткені ол жанр детективке ауыстырды, ол өте қызықты жазылған жерінде сөздік қоры бай екені көрініп тұр. Детектив өзі өте қызықты. Жақсы, сендердің топтарынан кім сөйлейді? Осы жерде Қабылденов Төлежанның жұмысы ұнады. Ол тәрбиелік мәлімау және сюжеті жақсы ертегі жазған. Оның сөздік қоры бай және барлық критерияларға сәйкес келеді. Жақсы, рахмет. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендердің орындаған осы шығармашылық жұмыстарына үлкен рахмет. Бұл жұмыстар келесі жолда жалғасын табады деп ойлаймын.